Құрметті кандидат, президенттік жастар кадр резервіне іріктеуге қатысу үшін тіркеу және құжаттарды тапсыру кезеңіне қош келдіңіз. 2025 жылға 1 маусым мен 30 маусым аралығында pkreserv.gov.kz онлайн платформасында жеке кабинет құру арқылы тіркеуден өтуіңіз қажет. Анкетаны толтыру барысында жеке сәйкестендіру нөмірі, аты жөніңіз, туған күніңіз, тұрғылықты жеріңіз, біліміңіз, еңбек қызметі туралы мәліметтер және салалық бағытты таңдау секілді жеке деректеріңізді нақты көрсетуіңіз. Сондай-ақ барлық қажетті файлды жүктеуіңіз қажет. Тіркеуден өту арқылы сіз іріктеуге қатысушыларға қойылатын талаптарды қабылдайтыныңызды және ұсынған мәліметтер мен құжаттардың шынайылығына кепілдік беретініңізді растайсыз. Іріктеудің барлық кезеңінде ұсынылған деректерге тексеру жүргізіледі. Белгіленген ережелердің бұзылуы жағдайында сіздің іріктеуге қатысуыңыз тоқтатылып, нәтижелеріңіз жойылады. Барлық қажетті деректі толтырғаннан кейін тексеруге жіберу батырмасын басыңыз. Сіздің өтініміңіз белгіленген талаптарға сай келген жағдайда мәтіндік ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін бағалауға арналған тестілеу кезеңіне жіберілесіз. Тіркеу кезінде төмендегі 6 салалық бағыттың біреуін таңдауыңыз қажет. Бірінші, әлеуметтік саясат, азаматтық қоғам. Екінші, агроөнеркәсіптік кешен және қоршаған ортаны қорғау. Үшінші, цифрландыру. Төртінші, инфрақұрылымды өнеркәсіпті дамыту және сауда саясаты. Бесінші, экономикалық және қаржылық саясат. Алтыншы, сыртқы саясат және инвестициялар. Өтінім қабылданғаны туралы хабарлама алынғаннан кейін тестілеуге тіркелу ашылады және 2025 жылға 30 маусым 23 сағат 59 минутқа дейін қолжетімді болады. Назар аударыңыз, өтінімдерді қабылдау мерзімі аяқталғанға дейін тестілеуге тіркелу үшін уақытты алдын ала жоспарлау қажет. Уақытты таңдау кезектілік тәртібімен жүзеге асырылады. Сәттілік тілейміз.